Текелідегі қалдық қоймасын залалсыздандыру мәселесі әлі күнге шешімін таппай келеді. Мұндағы аумағы 70 гектар болатын зиянды алаң жартылай ашық жатыр. Жел тұрса, күл ұшып, экологияны ластайды. Тұрғындар да денсаулығымызға зиян келеме деп алаңдаулы. Экологиялық проблема жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл жер ел ішінде хвостохранилище деп те аталады. Аумаққа кеңес үкіметі жылдарынан бастап 2012 жылдар аралығында қорғасын мырыш комбинатынан шыққан күл төгілген. Оның құрамында ауыр металдар бар дейді мамандар. Қазір мұнда 35 мың тоннадан астам өндірістік қалдық жатыр. Қоймадағы күл саяжайға тарап, тұрғындар денсаулығына қауіп төндіріп отыр. Сондықтан олар қалдықпен күрес жұмыстарын жандандыру қажет деп санайды. Жауап тастаған дұрыс қой. Мысалы, мына біздің алмаларда бәрі де қазір жеміс жидектегі түгел құрып жатыр ғой. Негізі оны жер тұрғындар айтады. Могильник дейді. Радиационный могильник. Соның кезінде, совет үкіметі кезінде көмген ғой. Сонда да нелер, черный копательдер барады, қазат, темір, терсек, мед соларды шығарады. Олар денсаулыққа өте зиянды ғой. Бұл ауқымды мәселе 10 жылдан астам уақыт бойы департамент тарапынан назарға алынып, өңірдің экологиялық мәселелер жол картасына қосылған. 2020 жылы 660 миллион теңгеден аса қаражат бөлініп, қойманың беті топырақпен жабыла бастады. Осыншама үлкен аумақты бірден жауып тастау оңай емес. Алайда жоба ұзаққа бармады. Кемшіліктерге байланысты жұмыс тоқтап, қайта қолға алынбады. Осылайша кенді шаһардың экологиялық мәселесі шешілмеген күйде қалды. Қандай да бір желдің экстремалды жоғары ластану жағдайлары болған жағдайда бұл атмосфералық ауаға көтеріліп, қоршаған ортаға адамдардың денсаулығына да белгілі зиян тигізуі мүмкін. Әртүрлі онкологиялық ауруларға дейін қоздыруы мүмкін. Сол себепті бұл мәселені әкімдік тарапынан жүйелі түрде шешіп, тиісті шара қабылдау қажет. Ал қала басшылығы бұл мәселені шешу үшін қажетті инвесторларды тартып, компаниялармен келісім жасасқан. Қалдық сақтау қоймасын рекультивацияға бізде жаңағы Хан Таукен серіктестігі келді. Қазіргі таңда ол кісілер қараша айынан бастап жұмыстарын атқарып жатыр. Анализ алынды, осы жерден 4 ай бұрын қазір зертханаға өткізілді. Енді жаңа зертхананың қорытындысын күтілуде. Содан ары қарай белгілі болады бізде қандай шара қабылданатыны. Қорғасын мен мырыштың өндірістік күлінен келер қауіп зор. Сондықтан сала мамандары жобаны жүзеге асыруға күш салып жатыр. Ал ол толық жүзеге асқанда ғана қордаланған мәселе шешімін табады. Жұлдызай Маратқызы, Ақбота Сайын, Жетісу телеарнасы.